Бұл Жыланды ауылы, Түлкібас ауданы Тастымсық ауыл округіне қарасты. Бөрді тұрғаныма 86-тан бері тұрып жатырмын. Туылып өстіңіз, е? Жоқ, туылып өскен жерім Қарабас ауданы. Келес ауылда. 2,5 километр өшірді. Бұл Жыланды ауыл. Bu жаққа 86-та келді. Жұмыс бабымен. 86 жылы келдіңіз, Жұмыс бабымен келді. Сол жүріп тұрып жатырмын. Енді бөрді. Қай жерден келдіңіз сонда? Мына Қарабаста. Түсінікті, иә. Бір ауыл ғой осы. Жыланды өзенінің бойы ғой. Мына Жыланды өзені бар. Табиғаты керемет екен. Табиғат керемет, иә, бірақ жұмыс жағы қиын. Кемшіліктері бар. Кемшіліктері, жастарға жұмыс жоқ. Мысалы, бөрді бәрі пенсионер. Иә. Тұрар Рысқұлов ауданына қарайды ғой сонда бұл, ғой? Иә, Түлкібас ауданына қарайды ғой. Тұрар Рысқұлов емес, ол жуалы ғой Тұрар Рысқұлов. Түлкібас ауданына қарайды. Түлкібас ауданына қарайды. Ол Тұрар Рысқұлов анау жуалы ғой. Сонда бұл жерде шаруашылық, иә, мал? Бөрде үйде малың болса болды, соң пенсионер кәрелер қарап отыр да басқа жоқ. Бәрі шашылып кеткен. Россияға, Түркияға, Қазақстан қалаларында жүрді. Жұмыс бабымен. Мен сияқты жүре алмайтындар жүрді. Пенсионерлер. Иә, сондайлар. Басқа нелер жоқ па шаруашылық анау? Не дейді? Алма. Жоқ, ондай. Ешнәрсе. Тыныш өмір сүріп жатырмыз ғой. Я Алла деп пенсиясын алып, сол бізде. Басқа ештеңе. Кемшіліктері жоқ қой басқа. Кемшілік бәрін айта берсін, шыға береді ғой, сәл түртсең болды. Қазір түртсең бәле қаласың. Иә. Құдайдың бергенде жүрміз енді, бірақ жастарға жұмыс жоқ та сол. Бір кәсіпкер болса, бір нәрсе берсе. Бұрын бір нәрсе бір ашып берсе, үй бана кішкене мына балаларға бір ойын жерін ашып берсе, 70-80 үй бар ғой. Сол барсам жерді газарел Қарабастау болады, оның аржағын жағылып жалғасып кете береді. Егістікпен айналысады адамдар, е? Енді бөліп берген жерлер бар ғой, баяғы 49 жылға. Солар кішкене бір гектар жерде бір нәрсе егеді, айтырсынан мал ұстайды. Жақынында болады алыстауы, не жетеді пендеге
dostana. Bu benide kaşanday ömür kımbat, ömür kımbat. Adamdık senin kımbat, baylığında bu dünya vermende. Kömül kımbat, kömül kımbat. Şahsı jandar, yürekten kaladana. Dostlarında